Rim Production. Қайырлы күн құрметті көрермендер, сіздермен таным подкаст. Бүгінгі подкаст тізгіні мен Асылбек Мамырда. Мектебіміздің соңғы жаңалықтарына көз жүгіртсек, республикалық дарынды балаларға талантты ұстаз байқауына мектебіміздің білікті маманы Салиев Жеңісбек Саматұлы қатысып, облыстық кезеңнен жеңімпаз атанып, республикалық кезеңге жолдама алған болатын. Ал бүгінгі подкастымыздың қонағы Жеңісбек Саматұлы. Қош келдіңіз. Білімі мол, танымды подкаст болады деген ойдамын. Енді өзімнің сұрақтарыма кезек берсем, ең бірінші осы байқауға қатысуда жалпы не түрткі болды, қатысқандағы мақсатыңыз қандай болды? Енді қаңтар айының басында дарынды балаға талантты ұстаз жарысына сұраныс келгеннен кейін бұл сайыста бірінші адам өзін байқап көргісі келеді ғой. Бұл бағытта қандай жетістікке жете алар екен деген ой болды. Міне осы түрткі болды қатысуыма. Өзіңізді басқа жағынан сынап көрдіңіз бе? Иә, сынап көрдім. Жалпы енді сіз аудандық кезеңнен өттіңіз, облыстық кезеңнен өттіңіз. Жалпы осы байқауда қандай қиындықтарға тап болдыңыз және оны қалай шеше алдыңыз? Ең бірінші қиындық бұл әрине идея жағынан болды. Бұл жарысқа қатысуға шешім қабылдағаннан кейін интернет желілерінен іздеп, бұл жерде адамдар қалай сөйлейді, өзін көрсетеді, осылардың бәрін қарап, идея жағын толықтырып, оның бәрі ең басында үлкен қиын болып көрінді әрине. Бірақ қатысқан сайын, әрбір қадам жасаған сайын қолымнан келетініне сеніп ары қарай алып кеттік. Жақсы, керемет. Жалпы осы байқауда есте қалған сәтіңіз қандай болды? Қандай бір естеліктер өзіңізге қалдыра алдыңыз? Дайындық барысы? Ең бір қатты есімде қалған, дайындық барысында да әртүрлі қызық жағдайлар болды. Бірақ ең қатты есімде қалғаны ол жаңағы облыстық кезеңде өзім сөйлеп болғаннан кейін енді результатын айтады ғой, Әділғазылар. Сол кезде ең соңында келіп, сағат 9-да басталғаннан 5 болып, енді бәріміз күтіп отырып біткеннен кейін тағы 1-2 сағат өтіп кетті. Әділғазылар арқылы келіп бір кезде орын алған адамдарға айтып бастайды ғой. 3-ші орында айтып отыр бір кезде, менің фамилиям жоқ. Көңіл күйім түсіп барады бір. 2-ші орында айтты, ол кезде тағы жоқ. Енді не болады екен деп отқан кезде бір кезде Салиев деп фамилиямды айтып қоймай ма? Орнымнан тұрып кеттім қуанып, сол қатты есімде қалғаны. Ең алғашқы сіздің эмоцияңыз болды, жалпы өзіңіз сенімді болдыңыз ба осы облыстық деңгейде алып шығамын деген? Бұл жарысқа қатысқаннан кейін ең бірінші адам өзіне деген сенімділігі, өзінің идеясына деген сенімділігі, соның арқасында сіз басқа адамдар да сіздерге сенеді, идеяңызға сендіре алу керек. Бұл жарыстың жалпы идеясы осы таратуға лайықты идеяларды ұсыну. Жалпы осы 5 минут қорқыныштан өтіп, үлкен жеңіске жеттіңіз. Осындай қиындықтардан өтіп, биік белесті бағындырып мектебіміздің абыройын қорғаған болатынсыз, жеңіске жеттіңіз. Енді осы жеңісіңіздің басты құпиясы неде? Кез келген істің бастары алдында оған деген сенімділік керек. Өзің идеяңа сеніп, өзің сенген кезде басқа адамдар да соған қарай ұмтылады, сенеді. Жарыста Әділғазылардың арқасында отырған аудиторияға өзің идеяңды түсіндіріп, жеткізе білу, бұл басты құпиясы деп білемін. Және табандылық керек адамға, ұмтылыс. Енді сіз республикалық кезеңге өткен болатынсыз. Қандай бір күйде болдыңыз, мектептің абыройын келесі кезекте республикалық деңгейде қорғауыңыз қажет. Республикалық деңгейге жалпы дайындығыңыз қалай болып жатыр? Дайындығым әдеттегідей толықтырып, идея жақсы болғанмен, оны республикалық деңгейде көрсететін болғасын бізге толықтырулар енгізу керек әрине. Қарайтын жақтар бар. Керемет. Жалпы енді республикалық кезеңге сәттілік тілейміз. Енді осы дарынды балаларға талантты ұстаз атты байқауы ғой. Сіздің пікіріңізше нағыз ұстаз қандай болу қажет, балаларға қандай үлгі көрсете алу қажет? Ұстаз деген ат негізі бұл есім ғой. Бұл 10-15 жыл білім, еңбек өтілі бар адам мұғалімдерге арналған деп ойлаймын. Мен өзімді мұғалім санаймын, менің еңбек өтілім енді 4 жылдан асып кетіп жатыр. Жалпы өзім ойыма келетін болсақ, ұстаз қандай болу деген не айтар едім? Ең бірінші ол өз мамандығын жақсы көретін адам, балаларды жақсы көретін адам. Екіншісі, бұл әрдайым ізденімпаз болу, жаңашылдыққа дайын тұру. Ал үшіншісі коммуникативтілік, яғни сіз отырған ата-анамен де, оқушымен де жаңағы
өзінің әріптестерімен де әрі қарай дұрыс байланыс орната білу, бұл әрбір ұстаздың бойында болу керек қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Иә, өте керемет жауап. Жетістікке жеткен ұстаз өз білімінде оқып шыққан емес, қоғамға да пайдалы ете алады, иә. Тақса, арнайы уақытыңызды бөліп, осындай сауалнамаларға өте керемет жауап бергеніңіз үшін, арнайы уақытыңызды бөліп бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Бұйырса, республикалық деңгейдегі сайыста қанжығаңыз майланып, жүлделі оралыңыз, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Мектебіміз сізге сенеді. Рахмет. Рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Осымен подкастымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше мектебіміздің абыройын асқақтататын дарынды оқушыларымыз бен талантты ұстаздарымыз көп болсын.